Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен сіздерге кедейлік шақыратын, табысымыздың артпауына себеп болып жүрген, күнделікті ісімізге әдет болып айналып кеткен 32 амалмен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші амал ол таң намазының уақытында ұйықтау. Жалпы қарасаңыздар, қойлар берекелі, ал иттер берекесіз. Оның себебі неде деген кезде, қойлар сәресі мен таң намазының уақытында ұйықтамайды екен. Сондықтан да оларда береке бар. Жылына бір қозыдан туса да, ауылдық жерлерде әрбір үйде жоқ дегенде 10 қойдан бар. Және де оның еті желінеді. Ал итті алатын болсақ, түні бойы ұйықтамай, сәресінің таң намазының уақытында ұйықтайды. Қаншалықты көп күшіктесе де, әрбір үйде тек қана бір ғана иттен болады, және де олардың еті желінбейді. Сондықтан олар берекесіз болады екен. Сонымен қатар хадистерде келтірілгендей, таң намазының уақытында әрбір адамның ризық несібесі жазылып, періштелер Алла тағаланың алдында оның құлдарын не істеп жатқандары үшін есеп беріледі екен. Сондықтан да таң намазының уақытында ұйықтамауға тырысу керек. Екінші кедейлік шақыратын амал ол өтірік, жалған сөйлеу. Бір күні пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам мұсылман адам қорқақ бола ма деп сұраған кезде ол иә деп жауап берген. Оған мұсылман адам сараң бола ма деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иә деп жауап берген. Тағы оған мұсылман адам өтірікші бола ма деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жоқ деп жауап берген екен. Осы хадистің өзінен өтірік, яғни жалған сөйлеудің қаншалықты құпталмайтын амал екендігін онсақ болады. Құрметті оқырмандар, қалған кедейлікті шақыратын 32 амалдың этаптарының барлығын мен сіздерге рет-ретімен атап шығатын боламын, жеке-жеке тоқталмайтын боламын. Үшінші амал көп ұйықтау. Төртінші жалаңаш тұрған халде дәрет сындыру. 5 ғұсылсыз, яғни бой дәретсіз тамақ ішу. 6 жамбастап жатып тамақ ішу. 7 тамақты шашып жеу. 8 пияздың қабығын жағу. 9 бет оралмалмен үй сыпыру. 10 түнде үй сыпырып қоқысын жинамай қалдыру. 11 жасы үлкен адамдардың алдына шығып жүру. 12 ата-анасын аттарымен атап шақыру. 13 тістерінің арасын ағашпен шұқу. 14 қолдарын лай топырақпен жуу. 15 есіктің табалдырығына отыру. 16 есіктің жақтарына сүйену. 17 әжетхананың ішінде дәрет алу. 18 үстіндегі киіп тұрған киімін тігу. 19 бетіндегі дәреттен қалған суды киімімен сүрту. 20 үйде өрмекшінің торы болу. Құрметті оқырмандар, бұл жерден біздің бір мән беріп кететін жағдай, осы жердегі кедейлік шақыратын амалдардың көбісінің қазақ халқының ертеректен ырым-тыйым болып күнделікті өмірімізге сіңістіріп кетуі. Бұл жерден байқайтынымыз, қазақ халқының ертеректен ислам дінін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннет жолын берік ұстанғанын байқай аламыз. Келесі 21-ші амал намазды немқұрайлы оқу. 22 таң намазынан кейін мешіттен асығып шығып кету. 23 базарға ерте барып кеш қайту. 24 пақыр адамнан нанның қалдығын сатып алу. 25 сынық қаламсаппен жазу. 26 сынық тарақпен шаш тарау. 27 шамды үрлеп сөндіру. 28 ата-анасына дұға қылмау. 29 сәлдені отырып орау. 30 шалбарды тұрып кию. 31 жағдайы бола тұра отбасының жағдайын жасамау. 32 жалқаулық, әлсіздік секілді жаман қасиеттер, өзіне шариғатпен бұйырылған садақаларды бермеу. Құрметті оқырмандар, мінеки кедейлікті шақыратын 32 амал осындай екен. Менімен соңына дейін болғандарыңызға, тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде менің алдағы уақытта шығатын танымдық видеоларымды жіберіп алмайтын боларсыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыз.